Құрметті бауырлар, мынау Алланың тағдырына иман келтірдік. Бұл тағдырымызда бар күндер, қазір күнде осы карантин мәселесіне біз сабырлық танытуымыз керек. Ел болып, жұмылып, иншалла, бұл қиыншылықтан да біз шығамыз, иншалла. Пайғамбар алейхиссаламның өмірінде де бұндай карантин болған. Бұндай емес, тіпті өте қатты қиыншылық көрген Расулаллах. Өйткені Құран кәрімде Алла айтады, «Қудуатна хасана», пайғамбар сендерге өнеге дейді. Кез келген мәселеде пайғамбар бізге өнеге бола алады. Хадисінде Расулаллах айтады, әрбір қиыншылық кез келгенде мені еске алыңыздар деген, өздеріңізге жеңіл болады деген. Қазір карантин күнінде еске алып пайғамбарымыздың өмір бойынан қарайтын болсақ, Расулаллахның карантинінің алдында біздің қазіргі күніміз өте жеңіл. Өйткені бұл міне бір айдың төңірегі болып қалды, иншалла, Алла қаласа ақырындап ашылады, иншалла. Ал пайғамбар алейхиссалам уақытындағы карантин, оны бойкот деп айтылады. Сол бойкот 3 жылға жуық жалғасқан еді. 3 жылға жуық жалғасқан. Мекке мүшриктері, сол Бани Хашим руы, пайғамбарымыздың руы, сол Бани Хашим руымен алыс-берісті бәрін тоқтатыңдар, сауда-саттық бәрін тоқтатыңдар деп, оларды үйлерінен қуып шығып, тіпті далаға шығарып жіберіп, шекараны жауып тастаған солар. 3 жыл бойы ешқандай алыс-беріс жоқ, азық-түлік жоқ. Қазір біздің күнімізде дүкендер жұмыс жасап тұр. Өкімет тарапынан да 42.500 теңгедей көмек беріліп жатыр. Пенсия, пособие бәрі беріліп жатыр. Ал Расулаллах алейхиссалам уақытында ондай ешнәрсе болған жоқ. Дүкен жоқ, азық-түлік алатын жердің өзі жоқ. Сабыр етті. 3 жылға жуық жалғасты бұл мәселе. Тіпті сахабалар сол талдың жапырағын жеп, сондай бір азықтанған күндеріміз өткен еді деп, сондай бір көзге жас алып еске алатын тарихта мәселелер бар. Сол үшін бауырлар, сабыр етейік, иншалла. Бұл иншалла пайғамбар саламды құтқарған Алла тағала бізді де осы мәселеден иншалла бұл сынақпен Алла тағала бізді құтқарсын.